Қайырлы күн тыңдарман, менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Орамалдың киесі. 99 жылы көршім келін түсірді. Менің қызыма аяғым ауыр болатын. Басымнан орамал түспейді. Құрдастардың әйелдері кексе қатындарға ұқсамай шешші басыңдағыны дейтін. Мен болсам, үлкен енемнің мен келін болып түскенде басыма орамал тартып жатып, осы орамал серігің болсын Сәниям. Төркініңді сағынып жылағанда көзіңнің жасын сүртер туысың болсын. Жын шайтаннан қорғар періштең болсын. Басыңа қонған бағың мен бақытыңның куәсі болсын. Келешек ұрпағыңды тәрбиелеуге көмектесер ибаң мен ізетің болсын деп еді. Сол себепті орамалымды тастамаймын. Сонымен не керек? Көршінің келінінің бір қолтығынан демеу құқығы маған бұйырыпты. Бәрі жақсы болды. Той өтті, беташар өтті. Өзі де орамал тарта бермейтін, толық денелі, көрші апайым елдің көзінше келініне. Орамал тарт деп айтпаймын. Өзің білесің. Сен менің қызымсың. Өз үйіңдей көріп, емін-еркін жүре бер, деді. Ененің сөзін екетпейтін келін екен, енесі екеуі де орамалсыз жүретін. Сол жылы күзде мен дүниеге қызымды әкелдім. Арада 4 ай өткенде жаңағы толық көрші апайым да қыз туып алды. Мен Айдана деп қойдым, көршім Гүлдана деп қойды. Содан арада 6 ай өткенде жаңағы келін де босанып алды. Менің қызым тып-тыныш, жыламайды да. 2,5 жастағы ұлыма бағынады. Күлдірсе күледі, ойнатса ойнайды. Менің тамақтандырғаным болмаса, қалғанын ұлымның мойнында. Ал көршіге келер болсақ, жаңағы 6 айлық қыз да, жаңадан туған ұл да заржақ болды. Жылайды да жатады. Үлкен қыздары бар апайдың, солар көтеріп жүреді ылғи. Орамал тартсаңдаршы бастарыңа. Екеуіңіз де бала емізесіздер. Шаштарың дудың боп отырғанда бала еме алады ма? Періштелеріңді қашырып дедім. Ең болмағанда баланы тамақтандырғанда тартып алыңыздаршы. Құдайға шүкір, 7 бала тауып өсірдім. Қашатын періште сол кезде қашпай ма, деді де қойды. Кейін 1 жасқа жетер-жетпестен қызым тәй-тәй басып жүріп кетті. Көрші апайдың Гүлданасы 3 жастан асты да жүрмеді. Немересі де мазасыз болды. Ылғи ауыра беретін. Келіні тағы да ұл туды. Ол да мазаң. Бір күні мен ауырып ауылдағы Мағрипа деген апаға бардым. Ол апа менің жауырынымнан сипап отырып, сен қызда тіл бар. Үйге барған соң тұзды суға шомыл деді. Үйге келген соң моншаға кіріп тұзды суға шомылып шықтым. Мұнымды көрген көрші, апай не істеп жүрсің деді. Мен апаға бардым. Ол кісі осындай ем айтты дедім. Сол күні апай қызы мен немерелерін алып барыпты апаға. Орамалсыз жалп етіп жетіп барған екеуіне апа қарап отырыпты да, орамалдарың қайда депті. Сасып қалған екеуі ұмытып кетіппіз деген ғой. Сосын екеуіне 2 орамал беріпті. Сосын кішкентайлардың тамағына саусағын тығып, үйісіп қалған шаштарды алып шығыпты. Ойбай, бәсе неге жылай береді, неге лоқсиды десем, депті апай. Балаларыңда ешқандай ауру жоқ. Баланы тамақтандырғанда орамал тағу керек. Біріншіден, таза тамақ бересің. Екіншіден, жын шайтан түртпей тыныш тамақтандырасың, депті апай. Содан бастап екеуі де орамал тастамайтын болды. Мен келініме де, тұрмысқа шыққан қызыма да, қатар құрбымен жүрген кезден басқа уақытта болмаса орамал тастама деп отырамын. Орамалда кие бар. Асханада тазалық кепілі. Үлкендердің алдында ізеттіктің кепілі. Бала шағаңның алдында ана деген киелі есімнің документі. Киеңді кетірмей, орамал тарт, келін шырағым. Сайран Аман.